Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыз тіл және сөйлеу. Бірінші жаттығу сызбаның көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Бірінші, сөйлеу не үшін қажет? Ол не арқылы жүзеге асады? Балалар, енді сызбаға мән берейік. Тіл арқылы сөйлеседі, хабар береді, пікірлеседі, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Енді бірінші сұраққа жауап беріп кетейік. Сөйлеу хабар беру үшін, пікір алмасу үшін, білмегенін сұрау үшін, кеңесу үшін қажет екен. Екінші, сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады. Келесі өлеңді мұқият тыңда. Теледидар саңқылдап, үйрекке тіл бітірді. Қара қарға қарқылдап, сөйлеп кетті бір түрлі. Абыржымай қаймықпай, торғай сайрап тіл қатты. Ал бөдене жалықпай, шешті қиын жұмбақты. Кенет көлге қаз қонып, басты қоңыр әніне. Ақтан отыр мәз болып, сөйледі деп бәрі де. Шығармашылық үзіліс. Өлең мазмұны бойынша кейіпкерлер мен сөздерді сәйкестендір. Дейді балалар. Енді өлең мазмұны бойынша тіл қатты дейді. Тіл қатқан бұл торғай екен. Екінші, ал жұмбақ шешкен бөдене. Ал қаз болса әнге басты. Ал ақтан осының бәріне мәз болды. Астындағы мына сұраққа жауап беріп кетейік. Ақтан неге мәз болды дейді. Шынында құстар сөйлей ала ма? Ойыңмен бөліс дейді. Ақтан құстардың сөйлегеніне мәз болды. Шын мәнінде құстар сөйлемейді. Олар тек дыбыс шығарады. Сөйлеу тек адамға тән қасиет. Өз ойыңды үшінші жаттығуда берілген мәтіндегі оймен салыстыр дейді. Үшінші жаттығу мәтінді түсініп оқып, көшіріп жазамыз балалар. Хайуанаттар әртүрлі үн шығарып, белгі береді. Үн арқылы олар бір-біріне жақындап, қалған қауіп-қатер туралы хабарлайды. Мол азыққа кенелгенін жеткізеді. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Жас сәби сөйлеуді үлкендерден үйренеді. Соңғы екі сөйлемге сұрақ қой, жауап беріп көр дейді. Сұрақтарға жауап беруде сөйлеудің қай түрін қолдандың дейді. Біз былай сұрақ қоямыз. Сөйлеу кімдерге тән? Сөйлеу адамдарға тән. Жас сәби сөйлеуді кімдерден үйренеді деп сұрақ қоямыз. Үлкендерден үйренеді. Біз ауызша түрін қолдандық балалар. Келесі төртінші жаттығу. Суреттерге қара, оларды сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлеріне ажырат дейді. Бірінші тұрған қыз ән айтып тұр. Ол ауызша түріне жатады балалар. Ал екінші, қыркүйектің 20-сында мектепте ұлттық ойын түрлеріне жарыс өткізіледі. Басталатын уақыты сағат 12:00 дейді. Ол хабарландыру жазбашаға жатады балалар. Келесі бесінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз дейді. Атам мені қуантты, маған берді құлақты. Жақсы сөзді құлағың тыңдасын деп шырағым. Маған берді тіл үшін, шешен бол деу мұнысы. Мүбәрак Жаманболинов. Атасы құлақты не үшін берді? Жақсы сөзді тыңдасын деп берді. Шешен бол дегенді қай сөйлеу әрекетіне қатысты? Шешен бол деген бұл айтылым әрекетіне қатысты екен, балалар. Енді келесі тапсырма, өз үйшігіңе кіргіз ойынын ойнаймыз балалар. Ауызша тілде сөйлеу және жазбаша тілде сөйлеу. Мына жерде жазылым, оқылым, айтылым және тыңдалым қай түрге жататынын көрсететін боламыз. Мына жерде жазылым, жазбаша тілде сөйлеуге жатады. Енді оқылым, ауызша тілде сөйлеуге жатады. Ал тыңдалым, айтылым, ол да ауызша тілде сөйлеуге жатады екен, балалар. Себебі мына жерде оқылым, ол оқылып тұрғанды, және тыңдалым, тыңдалып айтылатынды, айтылым, ол ауызбен айтылатынды, ауызша тілде сөйлеу дейміз. Бүгінгі сабағым түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Келесі жолыққанша сау болыңдар балалар.